2007 жылдан бері қарай осы көшке байланысты барлық жеңілдіктер, жасалған жағдайлар біртіндеп қысқара бастады. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, мынау 1992 жылы республика үкіметі арнаулы қаулы қабылдаған болатын. 392 қаулы деп аталады. Бұнда қазақ диаспорасына барлық жеңілдіктер, осы жерде жүргенде медициналық көмектер, білім алу, тағы басқа Қазақстан азаматтарын бірдей қарастырған болатын. Ең бастысы мынау мәсім үкімет басына келгелі бері осы қаулының күшін жойды бірінші кезекте. Ал одан кейін арт артынан қиын қаулылар өмірге келді. Мысалы, бұрын белгілі бір қазақ осы жерге келіп белгілі бір себептерменен азаматтық ала алмаса, уақытында оны тіркеу ұзартып жүре беретін. Ал енді 2011 жылы үкіметтің 306 қаулысы шықты. Содан бері қарай Қазақстанда тұратын қазақтар егер келсе, егер азаматтық өткізген жағдайда ғана 2 ай мерзімге тіркеу мерзімін ұзартуға мүмкіндік алды. Демек, бұрынғыдай тіркеу мерзімін ұзартуға мүмкіндік жоқ. Осының кесірінен мыңдаған отбасылар қазір тіркеусіз. Кейбір осында балалы болғандар бар. Былайша айтқанда ресми не жұмысқа орналастырылмайды, не ол жақта жоқ, не бұл жақта жоқ. Ал одан кейінгі жағдайларда өздеріңіз білесіздер, мынау 2013 жылы көші-қон туралы заңға өзгерістер енді. Мұнда қазақтарды тек белгілі бір аумақтарға ғана қоныстандыруға мүмкіндік бар. Қалған жағдайда, мысалы, республиканың басқа аумағына қоныстану керек болса, онда олар өзінің төлем қабілетін растау керек болды. Мысалы, айтқанда банкке қою керек, бір адам 1.444.000 теңге дей. Ал енді бір отбасында қанша болса есептеп көріңіздер, қанша ақша қоюға болады. Ал енді осыдан кейін көш мүлдем тоқтады деуге болады. Себебі 2012 жылмен салыстырғанда қазір көшіп келетін адамдардың саны 7 есеге қысқарды. Бұл қорқынышты көрсеткіш. Ал мұнда ең басты кедергі болып отырған нәрсе үкіметтің мәсім қылған 368 қаулы деп аталады. Мұнда екі түрлі қитұрғы бар. Бірі мынау келген елінен соның басқа елдің азаматтығын қабылдайтын, атап айтқанда Қазақстан азаматтығын қабылдауға рұқсат беретін шығу парағы деген. Мысалы, айтқанда мен Қытайдан көшіп келсем, Қазақстан азаматтығын алым керек болса, Қытайдың рұқсатын алым керек. Мынау Рақым Айбұлы, мысалы, Қазақстан азаматтығына біз қарсы емеспіз деген. Екінші анықтама сотталмағандығы жөнінде анықтама, немесе соттылығының бар екендігі жөнінде анықтама. Мұнда айтылу керек не себепті сотталған, немесе соттылығының жоқ екенді. Онда да оны әкеле салуға болар еді белгілі көлемде. Ал енді оны алудың өзі де белгілі күрделі жағдай. Ал енді оны алғаннан кейін оны осындағы, мысалы, Қытайдың немесе басқа елдің дипломатиялық өкілдері растау керек. Мынау сатып алған жоқ, мына қағазды шын деп. Ал енді бұл іс жүзінде мүмкін емес. Осыған байланысты көштің қиындығы одан бетер ұлғайып кетті. Мысалы, айтқанда ол жаңағы республика айқындап берген оралмандар қоныстарға оңтайлы өңірлерге де бірдей. Егер ол өңірге барсаңыз да жаңағы қағазды міндетті түрде сұрайды сізден. Ал енді осыған байланысты көптеген қиындықтар туындады, көш тоқтады. Ал енді көшіп келген адамдардың бәрі азаматтық алуға мүмкіндік ала алған жоқ. Енді емде тұрақ тұруға мүмкіндігі болған жоқ. Ал енді жақында осы жылдың ақпан айында парламентке үкімет дайындаған заң жобасы келіп түсті. Заң жобасы бірінші кезекте айтарлықтай жақсы. Мұнда көптеген жеңілдіктер қарастырылған. Бірақ енді осы заңның біраз созылды, әрине. Бірақ енді Сенаттан осы кеше ғана хабар алдым мен, комитеттегілер ресми келісім берген, көптеген жақсы жағдайлар бар. Мұнда бір түйткілдер бар. Айта кетуге, жаңағы сотталмаған жөніндегі анықтама алынған жоқ. Мұнда кезінде мәжілістегі біраз осы қазаққа жана шыдау деген азаматтар осыны жақсы ұсыныстар беріп, мысалы айтқанда мына Гүлнар Сейтмағамбетова, Алдан Смайыл, Нұртай Сәбілан сияқты енді біраз азаматтар ұсыныс беріп, осыны басқадай бір жолмен алсақ, мысалы айтқанда ол Қазақстан Республикасының заңын бұзған болса деп. Мысалы айтқанда былай ғой,
бұл жерде сотталған, бұл жерде мына 49 баптың 9 тармағында мынандай анықтама сөз бар. Ауыр және аса ауыр қылмыс өткізген үшін соттылығы болса деген. Ал енді сонда біз мынандай ұсыныс қойдық. Сонда бұл қалай түсінеміз? Мысалы айтқанда Қытайда мысалы байқаусыз компартияны боқтап қойса да осы ауыр қылмыс. Қылмыс қой енді. Ол идеологиялық мысалы айтқанда тұрғыдан алғанда. Ал енді осы бізде қылмыс болып санала ма? Мысалы айтқанда саналмайды. Осыған байланысты осындай адамдарды кіргізбей қоямыз да мысалы айтқанда. Мысалы қажғымар тірі болып мәселен 40 жыл түрмеде отырып ол босап келсе, немесе Қытай рұқсат етсе, онда қабылдамаймыз да біз енді осының бір логиканы қарайықшы енді. Содан жаңағы азаматтар түсініп үкіметке пен келісім жасады. Жаңағыны Қазақстан заңдарын бұзған болса деп өзгертеді осы бапты деп. Бірақ үкімет келіскен жоқ. Онда үкіметтің уәжі былай. Террористік және экстремистік қылмыстарға қатысы болған үшін соттылығы бар адамдардың Қазақстан Республикасына кіріп кетуін жолын кесу үшін қажет бұл бап деп. Үлкен қалбақпен отырып алғаннан кейін мәжілісмендерді келісті деймін. Бұл жаңағы ең кемінде оны былай өзгертті. Соттылығы алынбаған болса, сотталып, немесе сол жазасын өтемеген болса деп. Жарайды, оған да келісейік. Бірақ бұны біз айттық, бұл Қытайдан алу мүмкін емес. Мүмкін емес ол енді. Алмайсыз. Ала алмайсыз. Себебі ол Қытайдың өз ішінде берілуі мүмкін ондай анықтамалар. Белгілі жағдайда. Мысалы, белгілі маған лауазымды қызметке, мысалы, белгілі компаниялар жұмысқа алу мүмкін ғой. Осы адамдар тексеру үшін керек болады. Онда да ол адамның өзіне берілмейтін әсілі бұрын. Енді кейбір кездерде жеңіл-желіп берілетін шығар мәселен енді ондай. Ал енді жақында Қытайдың мына халық газетінде, бас газетінде ішкі істер министрінің бұйрығы жарияланды. Тамыздың 22-сінде. Онда ашық айтылды. Түрлі бұл бұрын социалистік жүйедегі ел коммунистік биліктегі болғаннан кейін мынау заң мен саясат өзі бір түрлі биліктің заң салтанат құруының деңгейі жоғары емес болатын. Соған байланысты мысалы айтқанда әртүрлі анықтамалар сұрайтын еді. Бюрократиялық орындар. Мысалы айтқанда мынау сенің туған жерің екенін анықтап бер. Мына неке куәлігінің рас екендігін анықтап бер деген сияқты. Ол мемлекеттің ресми орнынан берілсе, оны қанша ол үшін жүздеген анықтама сұрау керек болатын шығар. Соны халық газеті мынандай анықтама берді. Шектен шыққан бір ғажайып анықтамалар дейді да, мындай бір қисынға сыймайтын анықтамалар деп. Соның 18-ін бұдан кейін ондай анықтама талап етілмейді. Өйткені Қытайда мына заң салтанат құратын былайша құқықтық мемлекет ретінде мысалы айтқанда бостандыққа жүрген адам. Егер ол қылмыскер болса, оны қудаласын я түрмеде отыру керек болсын. Не үшін бейгін адамдар, күресіп жүрген адамдар өзінің қылмысты емес екендігін барып өзінің тұрған учаске полициядан анықтама алу керек. Бұл қалай қисынға саяды? Сол үшін мұндай анықтама берілмейді. Егер бір адам, мысалы, мынандай жағдайда ол анықтама берілуі мүмкін. Мәселен, әкімшілік және әділет органдары бір лауазымды адамға сол адамның саяси жақтан тексеру керек болса, онда арнаулы ходатайствомен арнаулы органның адамдары, тексеру құзыреті бар адамдар өзінің куәлігімен келіп, бұл анықтаманы алуына мүмкіндігі бар. Берілуі мүмкін ондай анықтамалар. Және онда екінші жағы жеке кәсіпорындар және қоғамдық мекемелер, мысалы журналистер одағы тағы басқа өте маңызды бір орын лауазымға бір адамдар тағайындау керек болып, сұрау керек болса, онда да жаңағы органдардың келісімімен келіп анықтаманы алуға болады. Жеке адамдарға бұдан кейін үзілгіс берілмейді. Демек, бұл анықтама берілмейді. Енді бұны меніңше әзір түйткіл осы, бұны құқықтық нормативтік актілермен реттеу керек шығар деп ойлаймын. Өйткені енді ол Қытай бермесе, сен сұрасаң, мысалы заң бойынша. Енді бұны қалай шешу керек? Сонда миллиондаған қандастарымызды сол бір анықтама үшін шетелге кіргізбейміз ба? Мәселе түйткілді осы. Енді осыны ішкі істер шешеді деген үміттемін мен өзім. Енді заңның үлкен тұрғыдан жақсы, егер танысулары заңның жақсы жақтарын керек болса, мысалы айтқанда бізде мәселен бұдан кейін бұрында біз айтып келе жатқанбыз. Осыны мәселен республиканың барлық өңіріне көмек көрсету шарт емес шығар, мысалы айтқанда. Солтүстік өңірлерде адам аз. Мысалы айтқанда солтүстік Қазақстанда 10 жылдан бері 100 мыңға кеміп кетті. Мыңдаған мектеп жабылып қалды. Ал енді жүздеген мектеп жабылып қалды.
Ал енді Шығыс Қазақстанның өзінде адамдардың саны 70 мыңға кеміп кетті 10 жылда. Ал енді 70-те мектеп жабылып қалды. Осындай жағдайда мысалы айтқанда мүмкін солтүстік өңірлерге көбірек ынталандыру керек шығар. Және жаңағы кедергілер жоюдан тыс енді ынталандыру шаралары да болу керек қой. Бірақ үкімет оны жасапты. Жалпы бұдан кейін барғандарға қызметтік пәтер беріледі. Онда да көп балалы отбасылар менен жастарға жеңілдіктер беріледі. Бұдан кейін әлгі жаңағы анықтама мына оралман куәлігін 5 күннің ішінде алады. Онда да жаңағындай бұрын мысалы айтқанда былай болатын. Сіздер енді мына өмір болған айтайын деп түсіндіңіз ба? Мысалы бір миграция полицияның бір өкілі отырады, бір ауданда. Оралманды қабылдап, бүтін адам соған жалыну керек. Оның кейін бірте-бірте ол жаңағыны бизнеске айналдыра бастайды енді. Өйткені бір адамның қолында ғой, бүтін бір ауданның тағы келген ағайындардың бір адамның қолында. Сонымен онымен дос болу керек, онымен енді былайша айтқанда айту немету керек. Оның делдалдары болады. Жаңағы сауда жүрген жерде делдалдар болмай ма? Тіке алмайды ғой енді. Содан кейін көп нәрсе қиындатып жіберді. Қазір олай емес. Енді бұдан кейін жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына өткізеді. Сол жерде мамандар қабылдап алады. Жеке адамға мен байланыс жоқ. Сонымен соған құжаттарыңызды өткізесіз. Жаңағылардың бәрі сол арқылы шешіледі. Енді бұл үлкен жаңалық па? Жаңалық әрине жақсы жағдай. Ал одан кейін мынандай жағдай. Мәселен, бізде бір үлкен кедергілер болып тұр бұл жерде. Мына бұрын заңда былай жазылған. Көлік құралдарын қос есептегенде шетелде қазақтар барлық мүлкін шекарадан кеден алымызды алып өту керек. Бірақ бізде мына Еуразиялық союзда мынандай жағдай. Ауыл шаруашылық техникасын кіргізуге болмайды екен. Онда олардың әлде трактор тағасқа кірмейтін болып қалып тұр ғой енді. Енді ол мәселені үкімет қалай реттейді білмеймін мен енді. Заң бойынша жаңағы не бетін, бірақ жаңағы біздің халықаралық келісімдеріміз бар ғой енді. Мына осы Еуразиялық одақ ішіндегі. Онда ауыл шаруашылық техникалар шетелде кірмейді екен. Қандай техникамыз? Көскі ма, жаңа ма, ол қызық емес енді. Сонда біздегі жаңағы шетелдегі бар тракторын, басқасын бәрін ауыл шаруашылық техникасын кіргізе алмайды екенбіз. Енді бұда бір түйткіл үкімет қалайда жаңағы бір одақ бұзу реттеп шешетін шығар деген үміттемін.